Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Басталып кетті ғой. Хуан Карлосын не болып жатыр екен? Кешіктім. Мұстафа тірлетін бөліп. Құдағи, кешіріңіз. Мен көріп жатырмын. Сіздікін таңертең көрсетеді. Ертең көресіз. Кешіріңіз, мен таңертең көре алмайды екем. Ұйқыңызды қиып, таңертеңгісін көре аласыз. Қазір біздікін көрейік, жарайды. Сіз ақ көре беріңіз. Қанша айтқанмен, сіздер қонақсыздар ғой біздің үйде. Құдағи. Қалаға келем деп, қазақшаңыз нашарлап кетіпті ғой. Ой, пырмайы. Қателестіңіз. Сіз біздің үйде қонақсыз. Мәссаған. Бұл үй аяқ астынан сіздікі бола қалды. Ай, шала қазағым ай. Отау біздің олдыкі. Разия, пәтер ақыны төлейтін біздің қыз. Яғни, отау иесі Жанел. Қызыңыз кімнің арқасында ақша тауып жұмыс істеп жүр? Кімнің арқасы екен? Құдайға шүкір, жұмысқа орналасқан өзі. Рұқсатын берген кім? Құдағи, біз қызымызды сіздерге бергенімізге рахмет айтыңыз. Қызыңызды алғанымызға рахмет айтыңыз. Не деген ұятсыздық, а? Апа, не болып қалды? Ерболжан, шешеңіз ғой ескіні еске алып жатқан. Ескіні еске алсаң, 50 жыл әңгіме. Апа, қойыңыз, жетерін, болды ғой. Сен не, жереңнің көзінше маған аузымды жаппақсың ба? Жоғай, сіз енді үлкен адамсыз, ақыл тоқтатқан дегендей. Немене? Сонда мені ақылсыз деп тұрсың ба сен? Болды, қойыңыздар. Сіздерге не болған? Шынымды айтсам, құдағи, біздің құдалығымыз 1000 жылдық емес, жай ғана мылжыңдық. Иә, осы сізбен бірінші рет келісуім осы шығар. Енді Қайтеміз. Мамаң айт, қойсын деп. менің арымда нең бар? Шу шығарып жүрген сенің мамаң емес пе? Оны қайдан білдің? Тура өзің сияқты ғой. Өмірі пәле іздеп жүреді. Пәле. Ол сенің мамаң. Еш нәрсе жақпайды, ұрыстың бәрі содан. Болды. Доғар енді. Ертең ажырасамыз. Ол күнді аңсап күтіп жүрмін. Онда ата-аналарымызға ажырасатынымыз айт. Неге мен айтам керек, сен еркек емессің бе? Осындайда еркек болып қалады екен бе? Бар, өзің айт. Қазір айтсақ, қырынға ұшырайтын түріміз бар. Одан да үндемей-ақ үйлеріне қайтарсақ қайтеді. Сосын асықпай ажырасамыз. Айты оңай, қайты қиын. 2 ай бойы үйлеріне қайтпаған адамдар бір күннің ішінде қайтеді деймісің? Сен қызықсың. Мүмкіндік бар. Мысалы, менікілерге ауылдан көрші,
сенікілерге жұмыстан бастық телефон шалатын болса, қайтпай қайда ма? Түсінбедім. Маған бір мықты ой келді. Қаш, шын ба не? Әзіріңді қош. Қысқасы жоспар былай. Мен бәрін шештім. Ауыл мәселесін 500 адам шақырып той жасаймыз. Құлан асыр. Иә, сәлем. Мен де сені көргенмен қуаныштымын. Сәлем. Той жасаймыз деймін. Иә, оған ақша қайда? Құдайға шүкір, құлаяғым бүтін. Аяғыммен банкке барып, қолыммен несие алуға шамам жетеді. Сонда 3 рет үйленген әйелді той жасап таңғалдырмақшысың ба? Жоқ, тойға тойды. Қалам тұр. Одан да ол тойға жұмсайтын ақшаға шетелге барып қыдырайық. Той, сен де 20 жыл Мерседес айдаған мені немене шетел көрмеді ғой деп педің. Одан да той жасаймыз. Жиналған ақшаға қыдырамыз. Тауға. Той жасаймыз, айттым бітті. Той жасамаймыз, айттым бітті. Айттым бітті. Я, Разия, біз бір-бірімізден әбден шаршаптық. Ұрса беретіміз де содан. Сондықтан бұл үйден кетуіміз керек. Толығымен келсем. Бұл үйден кетулеріңіз керек. Ал сіздер ше? Біз қаламыз, бұл үй бізге ұнайды. Онда біз де қаламыз. Қалайсыз? Алматыда жұмыстарыңыз бар. Сосын мына үйлеріңіздің жөндеуі бітіп қалды. Мәникүр, педикүрлеріңіз бар. Сол жаққа барып демалыңыз. Разия, қалай мен демалам сіздер осында жүргенде? Сіздердің қашан қайтатын ойларыңыз бар? Сіздер қайтыңыздар, сосын біз де қайтамыз, я? Сіздер қайтпай, біздер қайта алмаймыз. Онда біз бір-бірімізді күтіп 1000 жыл отырады екенбіз. Құда 1000 жылдық деген мені осы. Айя, мұнан шай асаңшы. Thank you. Үйлену той сенің өміріңде 3 рет болған екен. Менің өмірімде болмаса 1 рет болсыншы. Менің тойларым жетеді екеумізге де. Сен өзіңнен басқаны ойламайды екенсің. Ақмағым-ау, мен өзімді ғана ойлап тұрған жоқпын. Мен сенің де қамыңды ойлап тұрмын. Өзің ойлашы енді, қайдағы бір 4 сағатқа бола $4000 жұмсау? Сен менің ақшамды санамай-ақ қой. Менікі емес, біздікі. Тоқта. Шырағым, сен үйленбей жатып, менің миымды ашытып, басымды қатырып, қалтама түсіп, сен менің... Сен маған мінезіңді көрсетпей-ақ қой. Сен сияқтылардың талайын көргем. Жарай. Той жасамайым. Жарайды. Бәсе, есіңді жинадың ғой. Мүлдем болмай. Мен кеттім. Dayısın mı?
Иә, кім бұл? Күләш қой, көршінің қызы. Үйге қарап қой деп едіңіз ғой. Иә, не болды? Бүгін қарасақ, қойларыңыз жоқ. Шын айтам, іздедік таппадық. Қасқырлар жеп қойды ма деп қойып. Қайдағы қой? 10 қойымыз болғаннан бір-бірін сатып жердік қой. Ха? Солай ма? Бәсе, қорада көрінбейді деп қойып. Қайдағы қора? Қораны қиратып онша салып қойдық қой. Қораларыңыз тап-таза екен. Марта қалай? Иә. Ой, жақсы, Марта. Кеше келіп үйге шай ішіп кеткен. Кім? Марта? Не айтып тұрсың? Марта деген сиыр ғой. Мартаға бірдеңке болып қалды ма? Жоқ, кеше келіп шай ішіп кеткен. Я ұшынып қалды шайдан, бірақ. Ойбай, жарайды болды. Онда ертең жетеміз онда. Не болып қалды екен? Мартаға қорқырдық. Сен, Марта, туралы маған неге айтпағансың, а? Қайдан білет? Ауылда болмағаныма 4 жыл болды ғой. Қалампыр. Мен қателестім, кешірші. Жоқ. Қайта сен мені кешір. Мен артықтау кеткен сияқтымын. Жоқ, қателік менен. Сенікі дұрыс екен. Тойға шашылғанша шетелге барған артық. Жоқ, керегінде. Той тойлауға сен де лайықтысың. Мен біраз өзімшілдікке салыныппын. Ал шетелге кейінде бара жатамыз. Жоқ, Қалампыр. Қателік менен. Шетелге барамыз. Барамыз. Жоқ, той жасаймыз. Қалампыр, шетелге барамыз. Мен солай шештім. Сен кімсің? Мен үшін шешім қабылдайтын, а? Өзің ғой шетелге барамыз деген. Ал мен көндім. Енді не керек саған одан артық? Маған сенен ештеңе керек емес. Маған міндетсіне-ақ қой. Кет. Қалампыр, менің уақытым аз. Тиесің ба, тимейсің ба? Жөніңді айтшы өзі. Бұл жер базар емес. Дүкен. Саудаласпай алсаң, а? Алмасаң, кет. Кет. Ал кеттім. Кете. Номерді жасырдың ба? Қазір. Алло? Алло? Көке? Алло? Йо? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бұл Нұржан Қанатұлының көмекшісі ғой. Сіз ертең дереу
университетке келуге тиіссіз. Нұржан Қанатұл деген кім ол? Кім болушы еді? Ректор. Ректор Серік Мақсатұлы емес пе еді? Енді оның орнына Нұржан Қанатұлы келді. Сол себепті ертең дереу келгеніңіз жөн. Жарайды. Ертең Алматыда болам онда. Нұржан деген кім? Білмеймін. Әйтеуір бір есімді тауып алдым. Сен де қатырасың. Рахмет. Оғасы жоқ. Өтірігіңіз өткен сияқты. Апалар қайтамыз дейді. Иә. Керемет. Адам сияқты ажырасатын болдық. Бүгін кетсе, ертең бірден барып ажырасуға арыз береміз. Ербол, өтінем, ертең ажыраспай қояқшы. Енді қашан? Бүгін? Бүгінен қалмай ажырасуымыз керек. Маған салсаң, дәл қазір дайын. Арызды да толтырып қойған. Құдағым, мен сізден кешірім сұраймын. Сіздердікі дұрыс. Енді отау сіздердікі. Біз енді қонақ болып келдік. Қонақ болып қайтайық, Құдағи, сіз де бізді кешіріңіз енді. Баған артық кетіп қалыптым. Қайдағы есіме түсіп енді. Біздер қайтайық, сіздер қала беріңіздер. Жоқ. Бізде Алматыда жұмыстарымыз бар. Біз қайтамыз. Бізде қайтамыз. Бізде де ауылда шаруалар толып қалды. Жоқ, құдалар. Шынымды айтсам, Болекті расында да Алматыға шақыртып жатыр. Мен де сиырымды сағынып кеттім. Мартам түсіме кіретін болды. Ондай болса, бірге келіп пе? Бірге қайтайық. Жайғас, Нәйе? Ал, айта бер, не болды? Қалампырмен ұрысып қалдым. Бойдақ болып жүре бергенім артық. Оның негізі дұрыс шешім. Неге? Үйленгеніңе өкініп жүрсің ба? Жоқ. Сені қолдаған түрім ғой. Біз бір-бірімізді түсінбейміз. Мен кейде өз-өзімді де түсінбеймін. Ондай болып тұрады. Шынымды айтсам, мен қалампыр түсінем. Сен ауылдікісің. Ол қала тұрғыны. Қаланың әйелдері ерке болып келеді ғой. Еркелігін көтере білу керек. Ауылдың адамдары өте жуас болып келеді. Оларды қолдап, ұқтандыру керек. Ол әйел ғой. Үнемі мойныңа мініп алғысы келеді. Көнесің. Еркек болған соң,
бұйрық бергісі келеді. Бастық бола тұрсын. Кейін сенің бұйрығыңды орындап жүрген өзі байқамай қалады. Сен көп ақша табады. Сондықтан тоқтамай артық жұмыс істе. Сенен ақшаны аз табады. Сондықтан анда-санда жылы-жылы сөйлеп, мақтап бол. Ең бастысы, оның барлық артықшылығы мен кемшілігін бірдейсей. Егер шын сүйсеңдер, бұның бәрі бос әңгіме. Сен қазір Ербол туралы айтып отырсың ба, әлде Марат туралы ма? Не болды? Біз тура сендер сияқты екенбіз ғой. Калампуся. Кешіршімін. Өтінем. Міне саған қалампыр гүлі. Марат, атым қалампыр болғанымен, раушан гүлдерінде жақсы көрем. Қалампырдан басқа гүл болған. Одан да ақшам аз болып, арзанын сатып ала салдым десеңші. Иә. Тағы да 500 кісіге той жасайым демексің, а? Енді істейміз. Одан да үлкен той жасамай-ақ, шағын дастархан жайып, тойлай салайық. Сүйіктілер сапар. Мен оғанда бір алмаймын. Мен ар күні Ташкентке кетем жұмыспен. Ташкентке сүйіктілер сапарына бірге барсақ қалай қарайсың? Мен сені сүйем. Әрине сүйесің. Сүймей қайда барасың? Aman bolunuz. Aman esен шығасың. Aman esен. Keli hoş canım. Oy, ne yapkana gidelim. Bir-birine qarab жүріңдер, жарай ма? Жарайды. Бақытты болыңдар, айналайын. Хабарласып тұрыңдар, хат жазып тұрыңдар. Ал бала, жақсы бол. Сіздер қоштасуға асықпаңыздар. Я шығарып саламыз ғой сіздерді. Al жарайды. Кеттік. Сіздер ұшақпен, біз пойызбен демек. Алама болдық, балам. Немнен үшін бәрі киім ба? Жоқ. Екі сөмкеде киіп, ана дорбадағымыз тамақ ба? Қынағы? Есілер кімін о тамақ ба? Жоқ, бізде бәрі, ішінде бәрі киім. Өлі, жолға тамақ алмайсыздар ма? Азия, менде диетім бөкең шық, құда. Бөкеңді бүгіннен бастап диет. Ой, Өлі, сіздерді қимай тұрмау ғой. Кеттік ал. Бол екеміз, ұста. Болды. Болды. Келемізға тала келеміз. Болды. Сіздер бізге хабарластыр. Сесінде шауға. Болды. Бөлік қойыңдаршы. Бөлік. Біздің ауылға кеңдер самолетте. Çevimize kadar.
Ama tabii bir iki gün kalmadınızlar mı? Құдағи, сіз осы диета деп бөкеңді аштан қалдырасыз. Бөке, мына жолға сізге қазы. Разия оны дегеніңіз. Бөлікке майлы жеуге болмайды. Бауыр ауырады, бөлік. Неге ауырмайсың менде? Не болды? Е, Бөлік қазыны қайтармасаң, онда ауруың пайда болады. Жейсің да енді. Жүресінші құдағи беріңіз деді. Құдағидың бершен. Немене? Немене? Қазды. Ажырасу туралы арыз? Беріңізші немене деп кеттіңіз? Бер. Немене? Biz hazır bәрін түсіндіреміз. Сендер немене ажырасайын деп жатсыңдар ма? Сабыр етіңізші. Бөлік, қазір түсіндіреміз бәрін. Sabır edinizler. Çocuğum. Al bak. Abla.